Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің басты мақсаты қандай болды? Кенесары хан қандай мемлекеттік қызметтерді енгізді? Кенесары хан орталықтанған мемлекет құру мақсатында қандай істер атқарды? Кенесары хан қандай саясаткер болды? Кенесарыны тұлға ретінде қалай сипаттауға болады? Кенесары хан туралы ақпаратты қандай дерек көздерден алуға болады? Осы сұрақтарға жауап берейік. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің басты мақсаты қандай болды? 1822-1824 жылдардағы ережелерден кейін қазақ даласында жойылған дәстүрлі хандық басқару жүйесін қайта қалпына келтіріп, Ұлытауда 1841 жылы ақ киізге отырғызып хан сайланған Кенесары хан атасы Абылай хан тұсындағы дербестікті қалпына келтіруді көздеді. Кенесары хан қандай мемлекеттік қызметтер енгізді? Хан кеңесіне батырлар, билер, сұлтандар, дипломатиялық қабілеттері бар ақылды саясаткерлер мен сенімді жақтастары кірді. Дипломатиялық қызмет ұйымдастырылды. Хан жарлықтары мен хан кеңесінің шешімдерін таратып, түсіндіріп және орындалуын талап етіп отыратын арнайы басқарма құрылды. Салық жүйесіне өзгерістер енгізілді. Әскери мәселе бойынша қатал әскери тәртіптегі мыңдықтар және жүздіктерге бөлінген далалық соғыс жағдайына ыңғайлы жасақтар ұйымдастырылды. Төлеңгіттер тобы күшейтілді. Кенесары хан орталықтанған мемлекет құру мақсатында қандай істер атқарды? Хан Кенесары Қасымұлы орталықтанған мемлекет құруға талпынды. Ханның сәтті жұмысының нәтижесі. Салық жинау тәртіпке келтірілді. Егіншілікпен айналысуға мүмкіндік жасалды. Тыңшылық қызмет енгізілді. Соғысуға қабілетті жасақ ұйымдастырылды. Ішкі талас тартыс, руаралық қақтығысқа тыйым салынды. Мәмілегерлік қызмет ұйымдастырылды. Хандық кеңес құрылды. Сауда-саттық саясатына өзгерістер енгізілді. Мемлекеттік құрылым өзгертілді. Кенесары хан қандай саясаткер болды? Кенесары үлкен көрегендік танытып, халқының бірлігіне кедергі келтіретін жүзге, руға бөлінушілікті тыю жолында көп әрекеттенді. Даңқты қолбасшы мемлекет тәуелсіздігінің өте маңызды іс екенін халық санасына сіңіруде көп еңбек етті. Мемлекет мүддесін қорғау жолында жауды жеңіп, тәуелсіздікке қол жеткізу үшін халықты біліктілікпен басқару керектігін ол жете түсінді. Кенесарыны қандай тұлға ретінде сипаттауға болады? Кенесары қазақ халқының дербес мемлекеттілігін қалпына келтіру, халқын бодандықтан құтқарып, азаттық пен бостандыққа қол жеткізіп, тәуелсіз ел ету мұратын көздеген сұңғыла саясатшы, қайраткер, ірі мәмілегер, дарынды әскери қолбасшы ретінде ел есінде қалды. Кенесары хан туралы ақпаратты қандай деректерден алуға болады? Кенесарының өмірі мен азаттық жолындағы күресі көптеген ақын жазушылардың шығармаларына арқау болды. Нысанбай ақынның Кенесары Наурызбай дастаны, Мұхтар Әуезовтің Хан Кене пьесасы, Ілияс Есенберлиннің Қаһар романы жазылды. Алғашқы зерттеулер ішінде Николай Середаның Қазақ сұлтаны Кенесары Қасымовтың бүлігі деп аталатын кітабының дереккөз ретіндегі маңызы зор. Кеңес үкіметі тұсында Кенесарының күрес жолына іргелі ғылыми зерттеу арнаған тарихшы ғалым Ермұхан Бекмахановтың 19 ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан еңбегі құнды дереккөз саналады. Кенесары тұлғасына жаңаша қарап, оның шынайы бағасын беру ісі Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ғана қолға алынды. 2002 жылы Кенесарының туғанына 200 жыл толуына орай халықаралық ғылыми конференция өтті. Елордада Кенесары ханға ескерткіш қойылған және оның есімімен аталатын көше бар.